Қыздың көңілі енді қыздар жаңағыдай өздері қалап тұрған жоқ та. Үнемі басында ең соңында бір-екі рет барсаңдар дей бергенде екеуі маған қатты ренжіп айтқанда, сіз неге бізді сол жаққа тыға бересіз? Сіз папамның міне андай көңілі сізге маңызды емес пе? Не важно деп сұраған. Бұл ренжиді ғой. Бізді ол бетіп қабылдап, алақан құшағын жайып атпағаннан кейін біз сүмірейіп қайта-қайта бара берген үйтіп барғым келмейді, менде де намыс бар деп екеуі айтқан кезде өзім ұялып қалдым да. Сәбит мырза бүгінгі тойда бой көрсете ме? Енді шаңырағыңызда белгілі, енді тұрмыстағы жансыз, жолдасыңыз бар десе де енді Айнараның әкесі ғой. Жоқ, бой көрсетпейді, себебі ол енді біраз басында қыздар барып жүрді, үйіне барды, жағдайын сұрап тұрды. Енді өзі сұрамаса, біз оған енді қайта-қайта барудың қажет жоқ деп ойлаймын. Жағдай сұрамағаннан кейін не істейміз? Оның үстіне мен жолдасымен тұрмыс құрып кеткеннен кейін тіпті әкелік махаббатты бергені соншалықты қыздардың өзі бір жылға жетпей сізді папа деп айтсақ бола ма деп жылатқан бізді. Себебі біз шыны керек енді жамандап тұрған жоқпын, шынымен әке мейірімін сізден көріп отырмыз деді. Содан кейін мен енді өздері шешеді ғой, мынаны істе, мынаны бүйтпе деп. Мен бала шағама жаңа былай істе, былай жүр, былай тұр деп айтпайтын адаммын да өзі. Сол себепті ол енді өзі іздемесе, өзі көмектеспесе, жағдайын сұрамаса, біз оған жалына бермейміз. Мысалға, Сәбит неге келмейді деген сұрақтар болып жатыр ғой, мысалға. Мен айтам да, енді бәрін Әлішердің өзі жасап атқанда, қанатын астына алғанда, енді сол әкесі, биологически әкесі екен деп мен тойым төріне Әлішердің дастарханына отырғызып қоймаймын ғой. Әлішердің сезімі маған маңызды. Әлішердің сезімі маңызды, маған басқа ешкімнің сезімі маңызды емес маған. Ол егер мен түсінемін да, қайта-қайта келіп, өздері хабарласып, өзі балаларына бірдеңесін жасап, сөйтіп жүрсе, менікі Енді қуанышыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Образыңыз ерекше, қанша күннен бері тамашалап жатырмыз. Қандай сезімдесіз? Пока қобалжу жоқ. Мен кешеден бері особо ештеңе сезінген жоқпын. Может, не знаю, түс сияқты деп ойлап тұрмын. Сізге ұсыныс жасалған кезде бірінші көрген жандардың бірі болдым мен деп айтсам болады. Өйткені сіз өзіңіздің парақшаңызға салдыңыз. Мен өзіме салдым сізді құттықтап. Негізі тосын сый болды ма, жоқ әлде өзіңіздің енді қазір жан-жарыңызбен осы күнді асыға күттіңіздер ма, жоспарладыңыздар ма, жалпы қанша уақыттан бері таныссыздар? Біз уже жақында 2 жыл болады. Біз между собой өзіміз обговаривать етіп, ақылдасып, решили. Мен айттым, вот, может, уже үйленейік деп, то есть тұрмысқа шығайын. Себебі оның 2 әпкесі уже тұрмысқа шыққанда, біз танысатын кезде екеуі тұрмысқа шығып атқан. Сол мен де қызығып кеттім соған, мен соған айтып жүретін, а мы когда деп сөйтіп сұрайтын. Вот. Қай жерде қалай жасалу керектігін кейбір қыздар айтады, осындай мейрамханаға барайықшы, маған осындай гүл сыйлашы деген сияқты. Енді естелік қой, фото, видео, сіздің тарапыңыздан ондай нәрсе болды ма? Білдіңіз ба жалпы сол күні жасайтынын? Мен негізі сюрприз вообще жақсы көрмеймін. Даже девичниктің өзін мен сіңіліме айттым, вот, осылай жасайсың, осы жерде жасайсың, осындай цвет деп түсіндірдім. И оған да түсіндірдім, осы жерде осындай кольцо заранее сама выбрала, заказали. Потому что ол маған басқа берсе, мен ұнамай, мен уже жылап, истерить начала бы. Мен өзім сондай адаммын да, вообще сюрприз жақсы көрмеймін. Вот солай бәрін түсіндірдім осы кафеде. Мен сені осы жақта подругалармен күтіп отырамын, сен келесің, олар түсіреді деп сөйтіп дайындалғанбыз. Ал негізі сіздер қалай, қашан таныстыңыздар, жоқ әлде біреу таныстырды ма?